Қазақтың ұлттық тағамы вермишель дайындаймыз. Не тамақ жақсы көресің десем, вермишель деген соң кірісіп кеттім. Шемішкенің майын қыздырып, үстінен етті салып, жанын шығарып шыңғыртып тұрып қуырамыз. Одан кейін пиязды салып, оны да пашағы шығып желі шыққанша қуырамыз. Сәбізді салаңдатып ұзын шолап тұрап, оны да жұмсарғанша шыңғыртып тұрып қуырамыз. Одан кейін үстінен ұялғаннан әбден қызарып езіліп жер болған помидордың томатынан саламыз. Дәміне қарай тұз, приправа, мриправадан қосып араластырамыз. Дәмі абалдени болсын десеңдер, лавровый лист деген жапырақтан да сала салыңдар. Үстінен жан жағына шашыратпай, шашпай төкпей сарылдатып су құйып баяу отта, миясы піскенше әдемілеп тұрып қайнатамыз. Еті әбден жұмсарып піскеннен кейін үстінен Хюремнің байы Сұлтан Сүлейменнің вермишелін салып пісіріп аламыз. Осымен мошни болып піскен вермишелдің үстіне типа оформление жасап көкпиязды жаңбырлатып себеміз. Видео ұнаса, топ деп комментарий жазыңыздар. Лайктарыңызды аямай басып, менің TikTok парақшама қарай фуг етіп өтіп, осы қара YouTube кнопкасының үстінен басып, YouTube арнамада подписаться етіп, тіркеліп алыңыздар. Ол жақта да деріске қазақша рецептерім бар. Басқа емес қазақша контентті қолдап қойға ағайындар.